Алатаудың бөктерінде өтіп жатқан қымыз мұрындыққа келдім. Барлығы керемет, жоғарғы деңгейде. Одан бөлек маған тағы бір жайт ұнады ағайын. Келіннің өзінің қайнағасына сәлем салып тұрғанын көрдім. Шынымен де қатты қуандым. Біздің қазақтың осындай келіндері әлі де бар екен деген таңдану болды менде. Неге десеңіздер, өкінішке орай қазіргі таңда біздің салт-дәстүрімізге қарсы шығып, әсіресе дәл осы сәлем салуға қарсы болып жүрген ағайындарымыз баршылық. Өте өкінішті жағдай. Олардың айтуы бойынша Алладан басқа ешкімнің алдында бас июге болмайды. Құрметті сол айтып жүрген ағайындар, мен барлығын түсінемін. Барлығымыз мұсылманбыз, барлығымыз Алланың құлымыз. Бірақ әр елдің өзінің салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы бар. Сәлем салу деген бұл біреуге құлшылық етіп, біреудің алдында бас ию емес, үлкенге деген өзінің құрметін, ізетін көрсету. Құлшылық пен құрметті ешқашан шатастыруға және салыстыруға болмайды. Осыны білейікші, қазақтың келіндері бағзы заманнан сәлем салады, себебі бұл тағы да қайталап айтамын, біздің ғұрпымыз, әдебіміз. Себебі ол үлкенге құрмет көрсетіп тұр, үлкеннің шынымен де бұл өмірде алар орны ерекше екенін белгілеп тұрады. Қазақтың келіндері сәлем салу арқылы. Сондықтан құрметті қазақ елі, оның ішінде осылай айтып жүрген ағайындар, өттеріңіз жарылып бітсе де айтайын, қазақтың келіндері сәлем салған, қазақтың келіндері сәлем салып жүр, қазақтың келіндері сәлем сала береді. Аман болайық.